Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы растрлық және векторлық суреттерді салыстыру. Бүгінгі сабақта үйренеміз растрлық графика мен векторлық графиканың ұқсастықтары мен айырмашылықтарын, растрлық графика мен векторлық графиканың артықшылықтары мен кемшіліктерін. Тақырыпқа байланысты сөздікті дәптерімізге жазып алайық. Бұған дейін біз растрлық кескіндерді Paint редакторында, векторлық суреттерді Enscape редакторінде өңдеген болатынбыз. Төмендегі суретте растрлық және векторлық сурет көрсетілген. Екі суретті жақындатып қарайтын болсақ, растрлық суретті жақындатқанда оның сапасы нашарлайды, ал векторлық суретті жақындатқанда оның сапасы сол қалпында қалады. Яғни оқушылар, векторлық графиканың растрлық графикадан айырмашылығы векторлық графиканы үлкейткенде сапасын сақтайды. Суретке назар аударайық. Растрлық суретті жақындатқан кезде оның ұсақ пиксельдерден құралғанын байқаймыз. Ал векторлық суреттерді жақындатқан кезде ол сызық, дөңгелек секілді әртүрлі пішімдерден құралғанын байқаймыз. Яғни векторлық графика мен растрлық графиканың айырмашылығы векторлық графика шеңбер, сызық секілді әртүрлі пішімдерден тұрады. Ал растрлық кескінге пиксельдер санына тәуелді болады. Растрлық графиканың кемшілігі векторлық графиканың артықшылығы. Растрлық графиканы векторлық графикамен салыстырғанда суретті үлкейтіп орнына әкелгенде суретте ауытқулар пайда болады. Яғни алдыңғы қалпындай болмайды. Және сурет бояғанда әр пиксельді жеке-жеке бояймыз. Ал векторлық графикада жалпылай бояйтын боламыз. Және де векторлық графиканы үлкейткеннен кейін орнына әкелсек, онда ешқандай өзгешелік, ауытқулар болмайды. Растрлық графика мен векторлық графиканы принтерден, яғни баспадан шығарған кезде растрлық графиканы шығару оңайырақ болады. Ал векторлық графиканы кейбір жағдайда принтер шығарған кезде ойдағыдай болмай шығады. Оқушылар, тапсырма, сұрақтарға жазбаша жауап беріңіз. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.